Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге дайындаған бүгін грибной пирог дайындайтын боламыз. Алдыңғы уақытта әлде көп видео рецепттермен бөлісетін боламын. Менің арнамды және видео рецепттерді жіберіп алмаш үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Біріншіден қамырын дайындауын бастаймыз. Ол үшін қатқан сары майды үкіштен өткізіп, содан соң бізде үгітілген қамыр болуы керек. Қаймақ, жұмыртқа қосып, қамыр илейтін боламыз. Тоңазытқышқа дайын қамырды 1 сағатқа қоямыз. Әрі қарай саңырауқұлақты тазартып, турап, табаға күнбағыс май, пияз, саңырауқұлақ салып қуыратын боламыз. 1 сағат уақыт өтті. Қамырды тоңазытқыштан шығарып, 2-ге бөліп, үлкен бөлігін жаямыз. Мен прямоугольник форманы қолдандым. Артық қамырын кесіп алып тастап, противенге пергамент қағазын төсеп, форманың бетіне қамырды қоямыз. Қалған қамырдан бортик істейтін боламыз. Мен картофельный пюрені алдын ала пісіріп алдым. Пюрені формаға салып, бетін тегістеп, қуырылған саңырауқұлақты қосамыз. Шаңышқының көмегімен бортиктерді тегістеп шығамыз. Қамырдың екінші бөлігін жайып, пирогтың бетіне қоямыз. Сарыуызға ас қасық сүт қосып, пирогтың бетін майлап, 180 градуста қызып тұрған пешке 35-40 минутқа қоямыз. Неке біздің пирогымыз дайын болды. Ас болсын, қамыры өте жұмсақ және тәтті болып шығады. Осы рецепт бойынша пісіріп көріңізге кеңес беремін. Видео рецепт ұнаған болса, менің арнама тіркеліп кетуге ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болғанда үміткен.